Мына бір қызыққа қараңыз. Бұл Біріккен Араб Әмірлігінің аумағы. Ал картаны үлкейтсек, әмірліктің ішінде бөтен елдің территориясы орналасқандығын көреміз. Бұл қалай болғаны? Бұл көршілес орналасқан Оман сұлтанатына қарасты Матха анклавы. Мұндай аумақтарды анклав немесе эксклав деп атайды. Я достар, бір мемлекеттің ішінде бөтен елдің территориясының орналасуы табиғи құбылыс. Бұндай аумақтар өзімізге жақын Ферғана жазығында да кездеседі. Ал енді тағы да картаны үлкейтетін болсақ, анклавтың ішінде эксклав бар екендігін көреміз. Бұл Біріккен Араб Әмірлігіне қатысты Нахва эксклавы. Бұл әлемде кездесетін ерекше құбылыс. Аумақтардың бұлай бөлінуінің себебі неде? Бұл сұраққа жауап беру мақсатында осы елдердің тарихына көз жүгіртейік. 18-19 ғасырларда бұл территорияның барлығы Оман империясына қарасты еді. Оман империясы сол дәуірде еуропалық империялармен терезесі тең дәрежеде болған. 19 ғасырда аталмыш территорияға Британия көз салады. Сауда жолдарын бақылау мақсатында Британия 1820 жылы осы өңірге әскер жібереді. Британияның қысымына қарсы күрескен тайпаларды ағылшындар қарақшылар. Олар мекендеген жағалауда қарақшылар жағалауы деп атады. Бірақ жергілікті тайпалардың бір-бірімен бақталастығы олардың Британия империясы қысымына қарсы күресуіне жол бермеді. Осылайша аумақ Британияның ықпалына түсті. 1853 жылдан бастап бұл жерді келісілген Оман деп атады. Осылайша 20 ғасырдың 70 жылдарына дейін аталмыш өңір Британияның ықпалында болды. 1964 жылы Араб мемлекеттерінің лигасы Британия империясының Араб елдерінен кетуін талап етті. Соның нәтижесінде 1968 жылы Британия үкіметі Суэц каналынан шығысқа қарай орналасқан барлық британ әскерлерін 71 жылдың соңына дейін шығаруға шешім қабылдады. Жергілікті әмірліктер Араб әмірліктерінің федерациясын құрылғандығы жөнінде келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшартқа Бахрейн мен Катар да қосылуы керек болатын. Бірақ олар тәуелсіз мемлекет құратындығын мәлімдеді. 1971 жылы 2 желтоқсанда келісілген Оманда орналасқан 7 әмірліктің 6-ы тәуелсіз Біріккен Араб Әмірлігін құрды. 7-ші әмірлік 72 жылдың 10 ақпанында қосылды. Осы бірігу кезінде әрбір тайпа басшылары өздерінің таңдауларын жасауы керек еді. Сол кезеңде Матха тайпасы Оман сұлтанатына қосылуға шешім қабылдады. Сол сәтте бұл өте ұтымды шешім еді, себебі Оман сұлтанаты Біріккен Араб Әмірлігіне қарағанда экономикасы мықты болды. Ал Матха тайпасының аумағында орналасқан Нахва тайпасы Біріккен Араб Әмірлігімен қалатындығын білдірді. Осылайша біз көріп отырғандай шиеленісті жағдай қалыптасты.